Тарих таңы атқанша желдің өзінен аңыз туған. Шексіз күш иесі, бірақ өзінің ұмытылған ұлылығының көлеңкесінде өмір сүруге арналған. Анджана мен жел құдайы Ваюда дүниеге келген жас Хануман жердегі ешбір тамақ қанағаттандыра алмайтын аштықты сезінді. Бұл құдайға деген аштық еді. Бір күні таңертең шығып келе жатқан күнді піскен, алтын жеміс деп санап бала ұшып кетті. Ол жай ғана секірген жоқ, ол аспанның матасын тесіп өтті. Бала күн қақпасына жақындағанда аспан дірілдеп кетті. Әлемді қараңғылықтан құтқару үшін құдайлардың патшасы Индра оны ғарыштық найзағаймен ұрды. Қайғылы жел құдайды тыныштандыру үшін құдайлар қайтыс болған балаға қиялдан тыс сыйлықтар берді. Жеңілмейтіндік, даналық және оның пішінін өз қалауы бойынша өзгертуге күш. Бірақ бір қулық болды. Дүниені оның бұзақылығынан қорғау үшін оған қарғыс айтылды. Хануман өз күштерін олар шынымен қажет болғанға дейін ұмытады. Жылдар тыныш қызметте өтті, жоғалған әйелі Ситаны іздеген Рама есімді қаңғыбас Ханзада келгенше. Сол сәтте тағдырдың берілістері айнала бастады. Іздеу оларды әлемнің шетіне апарды, онда олар мен Ланка жын патшалығының арасында үлкен өтпейтін мұхит тұрды. Жауынгерлер үміті үзілгенде аға Жамбаван алға шықты. Ол Хануманның құлағына көне құпияларды сыбырлап, оның жадындағы мөрді бұзды. Жер дірілдей бастады. Хануман өсті, оның бұлшық еттері таулардай кеңейді, оның гүрілі теңіздің күркіреуін тындырды. Ақыры дәу оянып кетті. Астындағы жерді жарып жіберген секіріспен ол мұхиттың арғы бетіне көтерілді. Алтынның тірі кометасы көгілдір қуысты жарып өтті. Оны тоқтату үшін тереңдіктен құбыжықтар көтерілді. Бар оның жолындағы қиыршық. Оны теңіз жыланы сұраса да, көлеңкелі жында ұстап тұра алмады. Ол Ланкаға дәу емес, көлеңке болып жетті. Мысықтай кішірейіп, жауларының үйіндегі аруақ алтын қаланы аралап өтті. Ашока тоғайында ол Ситаны тапты. Оның миссиясы үміт болды, бірақ оның кетуі оттың бірі болар еді. Жын патшасы Равана тұтқын қалып, олар оның құйрығын өртеп жіберді. Бірақ олар әлемді өртеу үшін оған шырақ бергендерін түсінбеді. Ол алтын шаһарды жерлеу отына айналдырып, төбеден төбеге секірді. Ланка сол күні кейбір құдайлардың торға жабылмайтынын білді. Ұлы соғыс басталғанда Хануман соңғы қалқан болды. Бірақ оның ең үлкен сынағы өліп жатқан Лакшмананың үстіне күн көтеріле бастағанда болды. Таудан шипалы шөп таба алмай, ойына келмеген әрекетті жасады. Ол бүкіл тауды көтеріп, континентті ұшырды. Соғыс жеңген кезде Хануман тәжгеде, даңқада ұмтылмады. Әшекейлерді ұсынғанда Раббысының бейнесін ғана ішінен іздеп, оларды жыртып тастады. Ол біздің арамызда қалады. Рама есімі айтылғанша жер бетінде қалуды таңдаған мәңгілік қамқоршы. Хануманның тарихы бәріміздің ішімізде жатқан күштің тарихы.